Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен ежелгі дәуір әдебиеті, оның ішінде көне түркі жазба ескерткіштеріне тоқталамыз. Көне түркі жазба ескерткіштері біздің 5-8 ғасырлардың, біздің заманымызға дейінгі 5-8 ғасырлардың арасын қамтитын тасқа қашалып жазылған ескерткіштер. Бұны Орхон Енисей жазба ескерткіштері деп атаймыз. Орхон Енисей жазба ескерткіштері Орхон өзенінің бойында құлпытастарға қашалып жазылған ескерткіштер. Міне бұл жазудың сырын таппай, қанша уақыттан бері ғалымдар біраз зерттеулер жүргізеді. Бұл ескерткішті алғаш тапқан ғалымның бірі орыстың ғалымы Ядринцев. Ал мұны тұңғыш оқыған ғалым, Данияның ғалымы Вильгельм Томсон болып табылады екен. Міне бұл жазуды руна жазуы деп айтамыз. Бұның бәрі тестте келіп отырады. Руна жазуы дегеніміз құпия жазулар деген мағынаны білдіреді. Бұл Скандинавия халқының сөзі. Бұл да тестте келіп отырады. Ал енді осы Орхон Енисей жазба ескерткіштерінің негізгі кейіпкерлері кімдер? Ол Білге Қаған. Бұл хан, Қаған деп аталынған көне түркілердің ханы. Оның інісі Күлтегін. Бұл әскер басы Білге Қағанның інісі. Және одан кейін Елтеріс Қаған, Білге менен Күлтегіннің әкесі. Одан кейін Тоныкөк. Тоныкөк бұл Білге Қағанның, Күлтегіннің ақылшы кеңесшісі. Міне негізгі кейіпкерлер осы кісілердің айналасында, оқиға осы кісілердің айналасында болып жатады. Міне бұл жерде інім Күлтегін 47 жасында қайтыс болды. Мен түркінің қағаны Білге, түркі халқының болашағы үшін күндіз отырмадым, түнде ұйықтамадым деп айтатын Білге Қағанның сөзі. Және сол кездегі бектерінің ымырасыздығынан, бір-бірінің бірлігі жоқтығынан, Табғаш халқына түркі халқының бек ұлдары құл болды, бәк қыздары күң болды деген сөздер кездесіп отырады екен болды. Міне сол жерден біздің түркі халықтарының жауы Табғаш халқы екендігін, жаугершілік заманда өмір сүргендігін, міне сол кезеңде елді қорғауға шыққан батырларының болғандығын, елді ұйымдастырған Қағанның болғандығын біз осы жазба ескерткіштерден біліп отырады екенбіз.